Ауызашардың 30 күніне арналған ас мәзірімізде орама нанды духовкада пісіретін боламыз. Бұл өте ерекше, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен салмасын дайындаймыз. Майдалап туралған пиязға тұз бұрышымызды қосып, пиязды осылай езіп аламыз. Фарш қосамыз, құйрық май қосамыз, үкіштен өткізілген асқабақ және картопты кубиктап турап қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Біздің салмамыз дайын болды. Ораманың қамырын дайындаймыз. Ұнымызға тұз, жұмыртқа, сұйық май қосамыз. Су құйып, қамыр илейміз. Қамырымыздың июі қанғанша 20-25 минутқа қойып қоямыз. Біздің қамырымыз шамамен 30 минуттай тұрды. Енді қамырымызды жұқалап жаямыз. Жайылған қамырымызға сұйық май құйып жағып шығамыз. Содан соң салмамызды бір келкі жайып орналастырамыз. Осылай болады. Видеода көрсетілгендей орап шығамыз. Видеода көрсетілгендей орамамызды ораймыз және табамызға қойып 180 градус пеште 30-35 минут пісіріп аламыз. Өте дәмді, ерекше болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Оразада тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын.